Баршаңызға сәлем, құрметті YouTube каналымның көрермендері. Сіздерге мен үйімнің ауласындағы кішігірім бақшамды көрсетейін. Алдыңғы видеоларымда осындай сіздерге тұқымды қалай егіп жатқанымды көрсеткенмін. Мінекей мынау алғаш рет шығып жатқан редиска. Осылай әр жерге біреуден, үшеуден, кейбіреулері 6-7-ден өсіп жатыр. Негізі мен әр жерге қатарымен еккен болатынмын, бірақ шығып болмағасын топырақты қопсыттым. Қопсытқаннан кейін осылай болып қалды. Мінекей редискілерім жайлап шығып жатыр. Көк шыққанға бір қуанып, шөп шыққанға бір қуанып дегендей қуанышты күйде жүрмін. Енді мынау қиярларым. Мына жерде 2 қиярдың тұқымы шыққан, мына жерде біреу. Қазір 4-5 көрініп тұр. Осылай шығып жатыр. Қазіргі таңда бетіне целлофан төсеп қойып жүрмін, себебі біздің ауылда жел болып тұр, ауа райы. Осылай целлофаным осылай болып тұр. Целлофанымды да жыртып кетіп жатыр. Желдің әсері. Сонда да осылай қоюға тура келді. Ал мынау менің жуаларым. Кәдімгі дүкеннен сатып алған жуаны осылай егіп қойдық. Бұйыртса ұзынынан көк жуалары шығатын болады. Өскеннен кейін аламыз. Мынау менің қиярдың дәнектерін жаңадан егіп қойғаным. Бұларды осылай торттың ыдысына, пластмасс ыдысына еккенмін. Одан кейін стаканға көшірдім. Ал бұл терезенің алдындағы өткендегі өсіп жатқан помидорларым, баклажан және перецтерім қалғандары. Үйдің ішіндегі гүлдер, атроскілеп қойған мынау перец. Бұл гүл жарайын деп тұр. Бұларды енді мен май айында шығаруым керек далаға. Себебі бізде күн әлі салқын. Сол себепті күн ысығаннан кейін шығарамын. Мінекей. Құрметті көрермендер, менің каналым ұнаса, тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар.